Осы жердің мастері Серегадан сұрадым қазір. Онау жүрген жігіт қой. Ең банады арзан комплект қанша болады деп. Ең арзан комплекті 45 мың теңге болады екен. Оның ішінде клавиатурасы бар, мышкасы, мониторы және системный блок. Яғни сатып алып, прямо жұмыс жасай бересің да. Сәлем құрметті көрермендер, ютуберлер. Бүгінгі видеода мен әр ютуберге, блогерге керек құрал жабдықтар туралы айтатын болам. Ал ендеше кеттік. Кез келген ютуберге бірінші очередь өзіне камера керек. Біреулеріне камераға ақша жетпеуі мүмкін. Олар телефонмен түсірсе болады. Қазіргі технологиялар телефонның көмегімен неше түрлі видеолар түсіруге камерасы мықты соған мүмкіндік беріп қойған. Сондықтан да егер де камераңыз жоқ болатын болса, әрине телефонмен түсірсеңіздер болады. Блогерлер, в основном блогерлер өздеріне экшн камера қолданады. Экшн камера өз салмағы несі кішкентай болғанмен портативный дейді ғой, кез келген жерге алып жүресіздер және сапасы да жақсы. Одан кейін бір фишкасы сапаны жақсы сапада түсіру, ол күндіз түсіріңіздер, жарық жерде түсіріңіздер. Жарық қаншама көп болған сайын соғұрлым видеоларыңыз сапалы болады. Мінекей ең басты секреті осы негізі сапалы видеоның. Өйткені телефонның немесе экшн камераның матрицасы өте кішкентай болады, сондықтан да түнде түсірген кезде ол матрицасы бүкіл жарықты қабылдай алмай шум пайда болады. Одан кейін ютуберге екінші керек нәрсе ол микрофон. Телефоннан білесіздер, арақашықтық, адамның арасында арақашықтық болғандықтан кей кезде дауыстар жөндеп жазылмай қалады, көшеде жел тұрып қалады, немесе машина жүріп қалады. Сондықтан да микрофон өте маңызды. Қазір менің случайымда мен микрофонмен емес петличкамен жазып отырмын. Мында кішкентай петличка. Байқап отырсаңыздар, бұның сапасы өте керемет. Петличканың аты Боя деп аталады. Бағасы 10 мың теңге тұрады. Камеранда кішкене тоқталып өтсек, камераларда әртүрлі неден басталады. 100 мыңнан, 200 мыңнан, 300 мыңнан әртүрлі түрде түсіреді камералар. Қазір мен түсіріп жатқан камерамның моделі Sony M3 деген, үшінші поколение. Бұл камераның бір плюсы, бұл қараңғы жер, жарық неге қарамайды. Одан кейін ютуберге, блогерге міндетті түрде керек нәрсе ол компьютер. Әрине негіз телефонмен жасауға болады, монтажды немесе басқа да фишка жасалатын нәрселерді, бірақ ол ұзақ және өте ыңғайсыз болғандықтан ұзақ уақыт алады. Одан кейін сапасы да онша болмағандықтан негізі міндетті түрде компьютер керек әр ютуберге. Сонда сіздің жұмыстарыңыз тез бітетін болады, сапалы болады және ойлаған нәрсеңізді жүзеге асыра аласыз. Өздеріңіз білесіздер, мен 4 каналдың авторымын, яғни Киностудия Мейрам және Мейрам ТВ. Осы Мастер Мейрам және Зомби Дин деген канал бар бізде. Ол Зомби Динді біз әртүрлі ойындарға стримдер түсіреміз, ойындар түсіреміз. Және компьютерлер соңғы кезде көп босамай кетті, және мен сол каналға арнап мен компьютер жинамақшы болдым. Және әрине өздеріңіз білесіздер, жақсы монтаж жасау үшін, жақсы ойындарды көтеру үшін мықты видеокарта керек. Сол видеокартаның ішін видеокарта іздеп отыр, 1070 Ti деген видеокартаға тоқталдым. Қазір мен сіздерге көрсетейін 1070 Ti'дің түрін. Мінекей видеокарта GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8 GB. Бірақ бағасын көрген кезде көзім бақырайып кетті, 329 мың теңге тұрады екен. Және осы видеокартаны басқа магазиндерден іздеп интернет ақтарып арзан магазин тауып алдым. Бұл видеокартаны мен бар жоғы 100 мың теңгеге сатып алдым. Бұға дейін қаншама сайттарға кіріп, немесе магазиндерге барып көріп, бағаларына аузым ашылып қалған болатын. Осы магазинге жолыққаннан кейін сапасы да, бағасы да барлығы қол жетімді болғасын өте керемет қуанып, бірден ойланбастан осы жерден сатып алдым. Компьютер дүкеніне прямой келіп, өзімен жаңадан Зомби Дин деген каналға видеокарта сатып алдым. Осы видеокарта 1070 Ti 100 мың теңгенің көлемінде түсті. Және ойынды, любой видеоны, монтажды әдемі оңай тартады бұл. Ноутбуктың кез келген қалаған түрін таңдап алсаңыздар болады. Кәдімгі ойынға арналған, монтажға арналған. Және де рассрочка бар. Бұл жерде ең кереметтілігі рассрочка алсаңыздар болады. Және сіздерге керемет жаңалық, сіздер осы Мейрам промокодымен сол магазиннен сіздер
кез келген тауарыңызға 5-10% жеңілдік ала аласыздар. Ол туралы қазір ары қарай айтып беремін. Еш қиналмастан монтаж ойнау үшін сіздерге ең минимальный характеристикасы компьютерге арналған. Ол 8 гигабайт ОЗУ болу керек, яғни оперативный память, және 4 ядролы 4 ядрын дейді, 4 ядролы процессор керек. Одан кейін әрине 120 гигабайттық SSD алып қоятын болсаңыздар, ол сіздің скоростқа жақсы көмегін тигізеді. Және бұл магазинде сіздер кез келген бағытта компьютерлер таңдай берсеңіздер болады. Оқуға арналған, ойынға арналған, монтажға арналған, басқа да блогерлік жұмыстарыңызға арналған компьютер, ноутбук, кең ауқымды түрде варианттар бар, таңдауы бар. Бағана айтқандай, бағасы өте қолжетімді және сапасы да өте керемет, зор, кәдімгі оригинал товарлар. Өздеріңіз мынау WhatsApp-та хабарласып, көз жеткізіп көрсеңіздер болады бағасына, және промокодты мейрам промокодын қолданып, өзіңізге 5-10% жеңілдік ала аласыздар. Одан бөлек те бағасы арзаннан бөлек тағы скидкалар бар, сондай керемет мүмкіндіктер бар. Және Қазақстанның кез келген точкасына сіздерге доставкамен жеткізіп береді, және өзінің тауарларына олар кепілдік береді. Сондай керемет магазин. Келесі видеоларда ютуберлерге, стримерлерге қандай микрофон керек, қандай аппараттар қанша тұрады, қай жерден арзан алуға болады, сол туралы айтатын боламын. Сондықтан да каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, жаңа видеоларды әрине жіберіп алмаңыздар. Мен сіздермен келесі видеоларда кездесемін. Қош, сау болыңыздар. Сен мені ауыртқаннан мен айықпайым, екеуміздің арамызда әлі де лайықтайым. Алға қойдым, енді қайтпайым, сен үшін толықтайым, және